Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Тоқбаева Айнұр Елубайқызы. Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Сын тұрғысынан ойлауды дамытуда, оқушылардың қиял дағдысын жақсарту, түрлі болжамдардың шынайы жүзеге асуына үлкен көмек берері сөзсіз. Кейбір шығармалардағы автордың айтайын деген ойының астарын түсіну үшін де қиялға, болжамды жауаптарға ерік берген жөн деп есептейміз. Бір жағынан бұндай тапсырмалар оқушының ойын да дамытады. Оқыған, тыңдаған мәтіндер бойынша жазу арқылы қиял дағдысын дамытуда біз Learning Apps қосымшасын пайдаландық. 11-ші сыныпта Эрнест Хемингуейдің «Шал мен теңіз» шығармасы оқытылатыны белгілі. Бұл астарлы мағынасы терең туынды. Біздің берген тапсырмаларымыз бойынша, бірінші оқушылар бейне үзіндіні көріп отырып, сұрақтарға беретін жауаптарын сөз тіркестері мен сөйлем түрінде дәптерге жазып алып отырады. Екінші, оқиғаларды ретімен орналастырып, жазылым қалпын таңдауға мүмкіндік алады. Рафт бойынша хат жазады, немесе өзім үшін жазу эссесін орындайды. Кейіннен орындаған жұмысын бағалау үшін мұғалімге Teams платформасында ұсынады. Енді Learning Apps өзі қандай бағдарлама екенін біз сіздерге қазір таныстырып өтсек. Learning Apps қосымшасында өзіңіздің Gmail поштаңыз арқылы тіркелсеңіз болады. Одан кейін мұнда берілген тапсырмалар негізінде өзіңізде осындай тапсырма құрастырсаңыз болады. Болмаса, дәл осы тапсырманы сіз қайтадан жасап, түзететін жерлеріне түзетіп енгізсеңіз болады. Жақсы. Енді тапсырмаға назар аударайық. Берілген сұрақтарға оқушы өзінің қиял болжамын қосып отырып жауап береді. Мысалға, Сантьяго қарт неге жалғыз дегенде оқушы мұндағы берілген детальді ақпараттармен қоса қосымша ақпараттарға да назар аударуы тиіс. Мысалға, 84 күн болды, қармағы бос, бұрын әйелі болып еді, қазірде жалғыз, Ақжайманың орнында газет төселген деген сияқты. Тағы да бір сұрақ, мұнда қарттың түсіне неге ылғида арыстандар енеді деген сұрақ. Мұнда кейбір оқушылар бұл жас күнде Африкада көрген арыстандары бұл ылғида қарттың жастық күніне деген сағынышын білдіріп отырады деген сияқты осындай болжамды жауаптарын айтуы мүмкін. Келесі тапсырмамыз біздің оқиғаларды ретімен орналастыр деп аталады. Мұнда оқушылар бұл тапсырманы орындай отырып шығарманың мазмұнын есіне түсіруге, білімді бекітуге мүмкіндік алады. Енді егер оқушы дұрыс орындайтын болса, онда тексерген уақытта жасыл белгісімен шығады. Ал егер қате орындайтын болса, онда қызыл белгісімен шығады. Дұрыс орындағаннан кейін тамаша жетістік, сіз тапсырманы сәтті орындадыңыз деген марапаттау сөздері шығады. Енді оқушылар тапсырманы орындаған, орындамағанын мына жердегі статистика бойынша байқасаңыздар болады. Егер тапсырманы орындаған болса, оқушылар онда жасыл қанатшы белгісі шығады. Ал егер жартылай орындаған болса, сұрақ белгісі, мүлдем ашпаған болса, онда сұр түсті болып шығады. Неге үлкейтіп көрсетсек. Біздің қысқаша оқушылардың қиялын дамытуға, жазу арқылы қиял дағдысын дамытуда Learning Apps платформасын осылай қолданамыз. Тыңдағандарыңызға